Сәлем достар, бүгін қаттама нан жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға 400 мл су, 1 шай қасық дрож, 1 шай қасық тұз, 1 ас қасық қант салып жақсылап араластырамыз. Кейін үстіне 550-600 граммдай ұн салып, жақсылап жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін 6 бөлікке бөлеміз. Мен қазір видеода 3 қамырымды жұқа етіп жайып алдым. Және де арасына май жағып, осылайынан бірінің үстіне бірін қойып шығатын боламыз. Не дайын болды, енді ортасынан тағы да бір бүктейміз. Содан кейін осы қамырымызды оқтауға орап, видеода көрсетілгендей етіп орап шығамыз. Содан кейін ортасынан бөлеміз. Мінекей осындай бірнеше қабатты болып шықты нанымыз. Енді осы қамырды 3-ке бөлеміз. Бөліп болғаннан кейін қамырларымызды осылай орап шығамыз. Және біздің бірінші қаттама нанымыз дайын болды. Кішкене майын қатырып алу үшін холодильникке қойып қойсаңыз болады. Кейін табамызға осындай аздаған май құйып, екі жағы пісіп кетпей тұрып, кезек-кезек ауыстырып отырып пісіріп алатын боламыз. Әр 1-2 минут сайын ауыстырып отырсаңыз болады. Мінекей біздің қатпарлы қаттама нанымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер қыздар, ас болсын.